Сәлеметсіз бе? Сіз несеп жыныс жүйесі аурулары неліктен соншалықты кең таралған жайында білесіз бе? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы деректеріне сәйкес, жыл сайын 150 миллионнан астам адам несеп жыныс жолдарының инфекцияларымен ауырады. Бұл әлем бойынша дәрігерге жүгінудің ең жиі себептерінің бірі. Жалпылама айтқанда, несеп шығару жүйесі ағзаны тазартуда өте маңызды рөл атқарады. Бірақ ол жұмысын тоқтата қалса, адам бірден ауырсынуды, ыңғайсыздықты, кейде тіпті ауыр асқынуларды да сезінеді. Бұл видеода біз несеп шығару жүйесінің құрылысын, оның қандай аурулары барын және өзімізді қалай қорғай алатынымыз туралы талқылаймыз. Ең алдымен несеп шығару жүйесімен танысайық. Несеп шығару жолдары 4 негізгі бөліктен тұрады. Олар бүйрек, несеп ағарлар, қуық және уретра. Бүйрек ағзаның сүзгісі. Олар қандағы артық суды және токсиндерді фильтр тәрізді шығарып отырады. Бүйректен несеп ағарларға өтеді. Олар бүйректен қуыққа несепті жеткізетін түтікшелер. Ал қуық өз кезегінде несептің уақытша қоймасы рөлін атқарады. Қуық толған кезде несеп уретраға өтеді. Жүйенің соңғы бөлігі уретра, яғни зәр шығару каналы, несептің сыртқа шығу жолы болып табылады. Бұл жүйе тәулік бойы тоқтамай жұмыс істейді. Ағзадағы су мен тұз теңгерімін сақтап отырады. Оның жұмысы бұзылса, ағзада токсиндер жиналып, қан қысымы көтеріліп, басқа да қауіпті мәселелер туындауы мүмкін. Бас ауырмағанның құдаймен ісі жоқ демекші, денсаулық барда адам оның қадірін білмейді. Сондықтан несеп шығару жүйесінің әрбір бөлігі көздің қарашығындай қымбат. Несеп шығару жүйесінің аурулары әлем бойынша ең жиі кездесетін дерттердің бірі. Әсіресе әйелдер арасында бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. Себебі олардың уретрасы қысқа әрі кең, сондықтан бактерияларға ену жеңілірек. Ең жиі кездесетін ауру цистит, яғни қуықтың қабынуы. Көп жағдайда оған себеп E. coli деп аталатын ішек таяқшасы. Бұл бактерия қалыпты жағдайда ішек өмір сүреді, бірақ кейде несеп жолына өтіп, қабыну тудырады. Циститтің белгілері жиі зар шығару, ашыту, іштің төменгі бөлігіндегі ауырсыну. Кей адамдар оны суықтан деп ойлап, емдеуден жүре береді. Бірақ уақытылы емделмесе, инфекция жоғары көтеріліп, бүйрекке жетіп, пелонефритке келеді. Пелонефрит кезінде адам қалтырайды, дене қызуы көтеріледі, бел ауырады. Бұл жай ғана ауру емес, ауыр асқынуға келетін қауіпті жағдай. Тағы бір кең таралған мәселе бүйрек тастары. Олар несеп құрамындағы тұздар мен минералдардың артық мөлшерінен түзіледі. Егер адам ас су ішсе, немесе тұзды тағамды көп жесе, бұл тастардың пайда болуына жағдай жасайды. Кейде тастар кішкентай болып өздігінен шығуы мүмкін. Ал кейде зәр шығару жолын бітеп, қатты ауырсыну, қан кету тудырады. Сонымен қатар бүйректе және қуықта қатерлі ісіктер де кездеседі. Олардың нақты себебі толық анықталмаған. Бірақ темекі шегу, уытты заттармен жұмыс істеу және тұқым қуалаушылық үлкен рөл атқарады. Енді себептерге тоқталайық. Аурулардың негізгі факторлары мыналар: жеткілікті су ішпеу, сирек зәр шығару, ұзақ уақыт шыдаудың өзі бактериялар көбеюіне жағдай жасайды. Жеке гигиена сақтамау, суықта ұзақ жүру, дұрыс тамақтанбау, әсіресе тұзды және ащы тағамды көп тұтыну, иммунитеттің төмендеуі мен стресс. Қазақта ауру астан дау сөзден деген мақал бар. Расында да адам не ішіп жейтініне және өмір салтына жауапкершілікпен қарамаса, денсаулығы сыр береді. Денсаулық тек дәрігердің емес, адамның өз қолындағы байлық. Сондықтан да кез келген белгіге бейжай қарамай, ұсақ түйекке алмау керек. Себебі дәл сондай ұсақ нәрселердің арты үлкен мәселеге айналады. Адам ағзасы үйлесім мен тепе-теңдік жүйесі, ал сол жүйенің бір тетігі бұзылса, бәрі де күйрей бастайды дейді дәрігерлер. Бүйрек пен қуық секілді ағзалар көзге көрінбейтін еңбекқорлар, бірақ олардың сыр беруі бүкіл дененің жұмысына әсер етеді. Егер несеп шығару жүйесінің ауруларын дер кезінде емдемесек, олардың салдары ауыр болуы мүмкін. Мысалы, созылмалы инфекциялар бүйректің құрылымын бұзады. Нәтижесінде ағзада токсиндер жиналып, бүйрек жеткіліксіздігі дамиды. Мұндай кезде адамға өмір бойы дәрі қабылдау немесе диализ, жасанды бүйрек аппараты қажет болуы мүмкін. Кей жағдайда егер бүйрек мүлде жұмысын тоқтатса, жалғыз жол бүйрек трансплантациясы. Бұл өте қымбат әрі күрделі операция. Бірақ бұл жағдайға жеткізбеуге болады. Профилактика, аурудың алдын алу, яғни өз ағзаңа қамқорлықпен қарау. Бірінші, судың маңызын ескерейік. Су ағзаның табиғи тазалаушысы. Егер адам аз су ішсе, несеп қоюланып, тұздар ішуге бастайды. Бұл тас түзілуінің алғашқы кезеңі. Күніне кем дегенде 6-8 стакан таза су ішу ең қарапайым, бірақ ең тиімді алдын алу шарасы.
Екінші, жеке гигиена мен киім тазалығы. Күнделікті тазалықты сақтау, іш киімді жиі ауыстыру, ұзақ уақыт отырмай қозғалыста болу бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Үшінші, тамақтану мен өмір салты. Тұзды, ащы, майлы тағамды азайтып, көкөніс пен жемісті көбірек жеу керек. Қозғалыс бүйректің де, қан айналымының да досы. Төртінші, суықтан сақтану. Бел мен аяқ тоңғанда қан айналымы баяулап, инфекция дамуға бейімделеді. Сондықтан ауа райына сай киіну мен дымқыл киіммен ұзақ жүрмеу маңызды. Бесінші, дәрі-дәрмекті абайлап қолдану. Кей антибиотиктер мен ауырсынуды басатын дәрілер бүйрекке жүктеме түсіреді. Дәрігердің нұсқауынсыз өз бетінше ем қабылдау қауіпті. Алтыншы, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтану. Бұл инфекциялар несеп жыныс жүйесіне еніп, қабынуға себеп болуы мүмкін. Қауіпсіз мінез-құлық пен қорғану құралдарын пайдалану маңызды алдын алу шарасы. Жетінші, профилактикалық тексеру. Жылына кем дегенде бір рет дәрігерге қаралып, зәр талдауын тапсыру ерте кезеңде ауруды анықтауға көмектеседі. Ауруын жасырған өледі дейді халқымыз. Бұл бекер емес. Адам өзінде қандай да бір белгі байқаса, ұялмай, қорықпай дәрігерге барғаны жөн. Бүгін уақытында емделген шағын ауру ертең өмірге қауіп төндіретін дертке айналуы мүмкін. Сондықтан денсаулықты сақтау тек әдет емес, өмір салты. Сақтықта қорлық жоқ дейді халық даналығы. Ағзаның дауысына құлақ түріп, су ішіп, қозғалып, өз денеңе қамқор болу ұзақ әрі сапалы өмірдің кепілі. Өйткені денең сау болса, өмірің де кең, көңілің де тоқ болады. Сонымен, бүгін біз несеп шығару жүйесінің қалай жұмыс істейтінін, оның ағза үшін қаншалықты маңызды екенін және аурулардың қандай себептерден туындайтынын білдік. Бүйрек пен қуық біздің табиғи сүзгіміз. Аурулардың денсаулығы тікелей өз өмір салтымызға байланысты. Күн сайын ішкен суымыздан бастап сақтаған гигиенамызға дейін бәрі де бұл жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. Денсаулық дәрігердің ғана емес, әр адамның жеке жауапкершілігі. Есіңізде болсын, ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алу әлде қайда оңай. Бүгіннен бастап су ішуді көбейтейік, қозғалысқа белсене кірісейік және кез келген белгіге немқұрайлы қарамайық. Өйткені әрбір тамшы су денсаулыққа бір қадам жақындау. Баяндамамыздың аяғында сіздерге сұрақ қоя кетсек, сіз күніне шамамен қанша су ішесіз және бұл мөлшер жеткілікті деп ойлайсыз ба? Соңғы рет өз денсаулығыңызға байланысты тексеруден қашан өттіңіз? Және соңғысы, бүйрек пен несеп жүйесін сау ұстау үшін тағы қандай тәсілдерді білесіз? Ал енді сау саламатта болыңыздар.